Сәлем қыздар, бүгін сіздермен морковный рулеттің рецептімен бөлісемін. Қонақтарыңызға немесе отбасыңызға жасап көрсеңіз болады. Үйдегі бар қолжетімді азық-түліктермен осындай әдемі рулеттерді шығаруға болады. Морковный рулет үшін бізге шамамен 500-600 грамм сәбіз қажет болады. Сәбізді дәл осылай үкіштен өткіземіз. Дәл осындай майда болу қажет сәбізіміз. Табамызға сливочное масло және сұйық май немесе оливковое масло құюға болады. Үкіштен өткізілген сәбізді табамызға салып, жақсылап қыздырып пісіріп аламыз. Сәбізіміз күйіп кетпесін деп араластырып тұрамыз, астынан үстіне қарай. Біздің сәбіз дәл осындай сарғыш түсті болу қажет. Піскен сәбіздің түсі осындай болады. Дайын болған сәбізді ыдысымызға аударамыз. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Сарысын сәбіздің үстіне, ал ағын бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Және бізде ыдысымыз құрғақ болу қажет, және венчик те құрғақ болу қажет. Жұмыртқаның ақуызын миксерлегенде, аударғанда төңкерілмейтіндей болу қажет. Түсі осындай аппақ болады, аударғанда төңкерілмейтіндей болу қажет, төгілмейтіндей болу керек. Сәбізімізге 1 шай қасық тұз және шамамен 1 шай қасық бұрыш салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, күріштің ұнын, яғни рисовая муканы салып араластырамыз. Рисовая мука болмаса, ештеңе қосудың қажеті жоқ. Миксерлеп алған ақуызымызды жарты бөлігін алып, сәбізімізге араластырамыз. Астынан үстіне қарай барлығын бірден салмаймыз, жартысынан салып араластырамыз. Ақуызымызды жақсылап араластырып, бізде дәл осындай масса шығу қажет. Дәл енді осы сәбізімізді табамызға пергамент төсеп, пісіріп алуға дайындаймыз. Өзіңізге ыңғайлы ыдыспен сәбізіміздің бетін тегістеп аламыз. Енді соус дайындаймыз. Менің көрсететін соусым вариант. Егер де варианттағы соус ұнамаса, өзіңіздің қалауыңызша етіп жасауға болады. Соус үшін творожный сыр және үкіштен өткізілген сыр, яғни қатты ірімшік және қаймақ қажет болады. Творожный сыр және қаймақ, үкіштен өткізілген сырды, яғни қатты ірімшікті жақсылап үшеуін араластырамыз. Духовкада сәбіз менде 15-10 минуттай пісті шамамен, және суып болған соң соусын арасында құятын боламыз дәл осылай. Соусты барлық жеріне жететіндей етіп, лопатканың көмегімен тегістеп аламыз.
Сәбізімізді орау барысында байқаңыз, сәбіз пергаментке жабысып қалмау қажет. Егер де күмән тудыратын болсаңыз пергаментке, онда майлап алыңыз. Сәбізімізді пергаменттен пищевой пленкаға аударып аламыз. Пищевой пленканың екі жағын қысып және тоңазытқышқа шамамен сәбізімізді 2 сағат, 3 сағат немесе 1 түнге қойып қоямыз. Бірден кесуге болмайды. Сәбіз менде тоңазытқышта 3 сағаттай тұрды. Енді сіздерге кесіп көрсетейін. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, жұмсақ, нәзік болып шығады. Мен көрсететін рецебім сіздерге ПП вариант болғандықтан өзіңіздің қалауыңызша етіп жасауыңызға болады. Яғни соусын өзгертіп дегендей арасына петрушка немесе укроп та қосып жасауыңызға болады. Міне қараңыздар, кескен кезде өте әдемі болып, үстеліңіздің сәнін келтіретін сәбізден орамалар шығып тұр. Қыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар, лүпіл басып және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецепті құрбыларыңызға, анаңызға жіберіңіздер. Дәл осылай сіз келгенде немесе қонақ шақырғанда отбасына дәл осындай әдемі рулеттерді дайындап көрсін. Үйдегі бар азық-түліктермен жасалатын қолжетімді рулеттердің бірі мынау деген. Дәл осы видеоның астына қызылшадан рулеттің рецептін қалдырамын. Екеуін біріктірсеңіздер, дәл осындай әдемі рулеттер шығады. Қыздар, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналым сіздерге арықтауларыңызға көмектесетін бірден-бір каналдардың бірі. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы, бұл рулеттер сіздердің артық салмақ жинауларыңызға ешқандай да көмектеспейді. Арықтау барысында жеуге болады. Дәл осындай рулеттерді жасап көріңіздер.